Енді балалар, келесі есепті оқимын. Бірақ тек қана бір тәсілмен шығаруға болмайды, екі тәсілменен шығарып көрсетуіміз керек. Сенбілік күні қаладағы әр мектептің ауласына 5 шырша және 4 қайың отырғызылды. Қаладағы 30 мектептің барлығына қанша ағаш отырғызылды? Демек, жазамыз шарты, бірақ ш деп қойсақ та болады. Бізде отырғызылды шырша 5 түп, қайың 4 отырғызылды. Отырғызылды. 30 мектепке. Тапсырманы қайтадан тағы бір оқимын. Сенбілік күні қаладағы әр мектептің ауласына 5 шырша және 4 қайың отырғызылды. Әр мектепке. Қаладағы 30 мектептің барлығына қанша ағаш отырғызылды? Демек, 30 мектептің әр қайсына 5 шырша 4 қайыңнан отырғызылған. Және байқап тұрсаңдар, 5 шырша және 4 қайың деп тұр. Демек, және деген сөз қолданған кезде көбінесе біз қосу амалын қолданамыз. Қаладағы 30 мектептің барлығына қанша ағаш отырғызылды? Отырғызылды 30 мектепке. Жазамыз барлығы белгісіз ағаш дейді. Демек, жазамыз барлығы белгісіз ағаш. Енді шешуін жазамыз. Қарап тұрсаңдар, шырша және қайың деп тұр. Демек, біз қосу амалын қолданамыз дедім жаңа. Демек, бұл әр мектепке 5 шырша мен 4 қайың. Қосамыз, жалпы қанша ағаш екен. Және көбейтеміз 30-ға. Неге 30-ға көбейтеміз? Өйткені 30 мектепке отырғызылған 5 шырша 4 қайыңнан. Демек, 5 мен 4-тің қосындысы 9. 9 мен 30-дың көбейтіндісі, өткен тапсырмада мен көрсеттім. 3 мен 9-дың көбейтіндісін жазамыз 27 деп. Және 1 нөлді тіркейміз. Демек, 270 түп ағаш отырғызылған. Ал екінші тәсілі қалай болады? Демек, 5 пенен 30-ды көбейте аламыз, 4 пенен 30-ды. Ол деген сөз, әр мектепке 30 мектептің әрқайсысына қайыңды бөлек есептеп алып, және шыршаны бөлек және есептеп алуымызға да болады. 5 пен 30-дың көбейтіндісі 150, 4 пен 30-дың көбейтіндісі 120. Демек, қосындысы болады 270. Жауабы 270 түп ағаш отырғызылған. Яғни, қандай сұрақ қойылса, балалар, дәл сол сұраққа жауап беріп, үйрену керек, және жауабында соны біз көрсете білуіміз керек. Екі тәсілді көрсеттім. Яғни, 30 мектептің әрқайсысында болғандықтан біз көбейту амалын қолдандық. Және деп, шырша және қайың деп көрсетілгендіктен қосу амалын қолдандық. Балалар, және айта кететін жағдай, мәтінді есептерді шығарып жатырған кезде мұқият оқу керек берілгенін, және әр таңбаны қоятын кезде өзінің мақсаты болады балалар. Берілген сандарды біреуін қосып, азайтып, не болмаса көбейте салуға болмайды. Қандай мақсатпен көбейтесің, қандай мақсатпен қосасың, нәтижесінде біз қандай мақсатқа жетеміз, соның бәрін алдын ала болжап, жоспарлап, содан кейін ғана есепті шығаруымыз керек.